Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен вупи пай тортын жасайтын боламыз. Тортты кескен кезде тесталар бір-біріне бірігіп қалмайтындай, әдемі разрез болатындай корж жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Біз ең алдымен шоколад пен сары майды водяной баняда немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Одан кейін барып жұмыртқамызды құрғақ ыдыста жарып, бірінен кейін бірін саламыз. Бетіне қантымызды салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап, орташа жылдамдықта одан кейін барып, барлық жылдамдығын қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Қант ерігенше жақсылап, аппақ көпіршік пайда болғанша осылай араластырамыз. Жаңағы дайын тұрған шоколадымыз бен сары майды құямыз. Құйып бірденен араластыруды бастап кетеміз. Біркелкі масса болғанша жақсылап бар жылдамдығында араластырасыздар. Осы дайын болған сұйық массамызға құрғақ массамызды қосамыз. Ұн, разрыхлитель және де какао қосылған массаны барлығын бірденен сала берсек болады. Миксердің жай жылдамдығынан бастап, жылдамдықты бірте-бірте қоса отырып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі қою әдемі масса шығуы керек. Және де ингредиенттерді менің описаниямдағыдай тура салсаңыздар, тесталарыңыз өте әдемі болып шығады. Корж піскен кезде де өте әдемі жұмсақ болады. Сондықтан барлық қоспасын тура описаниядағыдай қоссаңыздар, өте жақсы тесто шығады. Пергамент бумагаларын алдын ала 24 см етіп сызып алдым. Әр коржға 4 қасықтан кетеді. Осылай әдемілеп шешетіне жақсылап жағып шығамыз. Корждарымызды 180 градуста алдын ала қызып тұрған пешке 10-12 минутқа пісіріп аламыз. Тез корждарды кептіріп алмаңыздар. Корждар осындай шет-шеті қараймаған, өте әдемі болып піседі, біркелкі болып піседі. Мен 12 минут пісірдім 180 градуста. Енді кремін дайындаймыз. 33% сливкиге қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Кішкене қою болғанға дейін араластырамыз. Миксердің бар жылдамдығын қосасыздар. Сливкиіміз кішкене қоюланған кезінде творожный сырды және маскарпонені бірден сала береміз. Маскарпоне егерде болмаса салмай қойсаңыздар болады. Оның орнына сол граммға творожный сырды араластырып жіберсеңіздер болады. Маскарпоне дәмі ерекше шығады торттың, сондықтан қосылады. Және де креммен форма жасаған кезде форманы жақсы ұстап тұрады, сондықтан да маскарпоне қосылады. Егерде ол жоқ болатын болса, бұл міндетті емес. Сливкиді 400 грамм және де творожный сырды 700 грамм қосып, крем жасай берсеңіздер де болады. Осылай лопатканың көмегімен шет-шетін барлығын ішіне араластырып, ішіндегі ауаларын шығарып аламыз. Осылай басып-басып шариктарды жасаған кезде әдемі шығады. Кремді 400 граммнан 3 бөлікке бөлдім. Подложкаға кішкене ғана крем жағамыз, себебі торт жылжып кетпес үшін. Осылай коржымызды қойып, шариктерімізді әдемілеп жасап бастаймыз. Біркелкі осылай видеода көрсетілгендей жасаңыздар. Қатты қиындығы жоқ. Бұл торт үшін мастер-классқа қатысып қажеті жоқ. Осылай видеода көрсетілгендей жасай беріңіздер. Мен корждарды төңкеріп салып атқан себебім, кескен кезде өте әдемі кесіледі. Разрез жасаймыз дейміз ғой. Сол яғни өте әдемі шығу үшін осылай
корждарды төгеріп салған дұрыс. Бетіндегі ганашын жақсылау үшін шоколадқа ыстық сливкиді құйып бірнеше минут бойы араластырып тұрамыз. Одан кейін ол бөлме температурасындағыдай температурада болса, бірденнен торттың бетіне құйып жаға берсеңіздер болады. Мен бетін осылай малинамен сәндедім. Сіздер шоколадпен, қалаған нәрселеріңізбен әдемілеп сәндеп қойсаңыздар болады, немесе тек қана осылай да қоя берсеңіздер болады дастарханға, себебі өте әдемі көрінетін торт. Тортымыз дайын, мен рецептімен жасап көріңіздер. Корждар өте жұмсақ, өте нәзік, дәмді болып шығады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.